Ой бәрекелді. Ассалаумағалейкум қарттарымызға Тараздағы. Уағалейкум ассалам Тараздағы жастарға. Бана күндізгі концерттерге келген кезде ақжауапты аналар, ақсақалды аталар дәл өзінде осы қалыптарыңызға отырған. Сосын Төреғалиев деді, кешкісін күндіз кешкі қызын ертіп келе алмайды концертке, кешкі жастар болады дейді маған. Жаңа шығып айтады, мына балалар әлі отырма дейді. Ауысып жатқан қайдан білсін. Қарттарымыз аман болсын, мерекелеріңіз құтты болсын. Өнер жолы, асфальт жол, темір жол, болмаса бір тура жол емес, өте қиын жол. Ел халықтың батасын алып, аманатын елден алып, басқа елге барып, аманатымызды арқалап жүру өте бізге міндет артып қойған нәрсе. Сол себептен әр концертке барған кезде өздеріңіздей жандарды көреміз. Біз үміт артып, бізге бірдеңелерді айтады, біреуін орындаймыз, біреуін орындай алмаймыз, көпшілік бар жерде кемшілік болады. Кім баласын ән айтсын демейді. Осы үлкен кісілердің атынан бізге алдын ала өтініш жасап, баласы енді Астанада үлкен университет, Қазақ ұлттық университетінде драма факультетін бітірген керемет біздің әнші, өздеріңіз жерлестігіңіз бар екен. Соны арнайы әкеліп бағана анасы, сенің балаңнан жұқысты болсын айналайын, бір сахнасына бір концертіне шықсын деп өтініш жасаған. Мен өзімнің номерімді қысқартып тастап, сол баланы шығарайын деп тұрмын, рұқсат болса сіздерге. Себеп болды, үлкен себеп. Солай дейсіз ба? Ассалаумағалейкум, кел әулет әжері, армысыздар? Бәрекелді. Енді хабарлай деп отырсам, қазір өздері хабарламай шығып кетеді. Атағың солай шығып кетсін енді Құдай қаласа. Бақытжан бауырымыз, қол соғып қояйық. Ассалаумағалейкум, киелі жер, туған жерім. Олар елдің баласы, бірін-бірі батыр дейді ғой. Төреғали бауырымыз бүгін туған жеріме келіп концерт қоям деп отырғаннан кейін, сонау Астанадан ат басын бұрып келіп отырмын, Төреғалиға демеу көрсетіп. Ал ардақты ағайын, аяулы әжелер, асланалар, қымбатты арулар, мерекелеріңіз құтты болсын. Әрқашан көктемдей жадырап, жайнап, күлімдеп жүріңіздер. Тағы да келді бір көктем деген ән. Қабыл алыңыздар барлықтарыңыз. Қанекей. Жылға бөліп аққанда, бір атып алмадық
келді бір көктем, тағы да келді бір көктем. Жылдар бөліп аққанда, бір бала бақтанда, қызғалдақтарды шапқанда, тағы да келді бір көктем, тағы да келді бір көктем, тағы да келді бір көктем, тағы да келді бір көктем. Жақсы бауырымыз, қалауың таудай болсын айналайын. Өнерің үстем болсын, халқыңа қалаулы болып, Төреғалиден да асқан үлкен жұлдыз бол. Аузыңды аш. Махаббат жасқа қарамай, түректе қарамай деп жасқа. Өзіміз керек кеше 40 келгенде бір-екі шалты көз жүрген. Қалайсыздар, жақсысыздар ма бәрі? Өнері үстем болсын ағайын. Осында анасы отыр. Осы қолпаштап отқан үлкен спонсорлар отыр. Орныңызда бір тұрып қойыңыз. Осы жерлестеріміз, өтініш жасап туысқан, болмаса бір құдаша құдағай емеспіз. Бүгін бірінші рет көрдім. Қазақтың әрбір азаматы таланты өскен жақсы көреміз. Қолдан келгенше көмектесейік, бір-біріміз демейік. 10 ағайынды болсақ, біреуге екеуге несібені беріп қояқ. Біреу бір бөлмелі пәтерге жармай жүргенде 3 қабатты үйді беріп қояқ. Бірақ сынайды Алла Тағала. Сол себептен жан-жағымызға қарап, қолымыздан келсе, байлықты арқалап кетпейміз, бір-бірімізге бөлісіп, біреуге соның бір бөлмесін берсең, сізге тағы 10 бөлме береді Алла Тағала. Алла Тағаланың қайыры бар. Ақжаулықты аналарымыздың мерекесі тек қана наурызда емес, соны ұмытпай қалайық. 8-ші наурызға қадалып қалған ештеңе жоқ. 1-ші наурыз келе жатыр дегенмен еркектердің жүрегі дүрсілдей бастайды. Ақпанда кейбір кезде қырсығып 28-ден бітіп қалады. Содан 2-ші наурыз, 3-ші наурыз, алдымен 7-ге келген кезде ананың жүректері қатты дүрсілдеп, қалай тоқтатарын білмей неше түрлі су ішіп барады да, жаңбырдың суын ішіп жүреді біреулер. Кейбіреулер у ішеді, 8 күні талып қалып өтір, хекірі жігіттер. 9 күні уф деп тұрады да, бір отан соғысы біткен.